Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге пайдалы арна. Бұл видеода ашқарынға су ішудің адам денсаулығына мол шипасын білетін боласыздар. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Менің видеоларымда 90%-ыңыз тіркелмей қарайды екенсіздер. Су жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы өте көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға бір стақан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Аш қарынға су ішудің пайдасы: ағза тазарады. Түнде ағза демалып қана қоймай, токсиндерден тазарады, ал аш қарынға су ішу бұл процеске көмектесе түседі. Оған қоса, жүйелі түрде су ішу бұлшықеттер жасушалары мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Көңіл күйіңіз жақсарады. Ашқарынға ішілген су жүйке жүйесіне жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады және ұйқыңызды ашады. Жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларының ең кең тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтарының түзілуінен пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Асқазан ішек жолы ауруларының алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбіне асқазандағы жоғары қышқылдылықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады және жағымсыз себептерден арылтады. Сондай-ақ жылы суды таңғы астан жарты бір сағат бұрын ішкеніңіз жөн. Солайша асқазаныңыз таңғы асқа дайындалады. Су адам миына қалай әсер етеді? Зат алмасу жылдамдайды. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30%-ға арттырады. Теріңіздің жағдайы жақсарады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі ағзаның жағдайына мән берген жөн. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұру маңызды рөл атқарады. Әйтпесе тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сондықтан шашыңыз мықты болу үшін жеткілікті түрде су ішу керек. Бүйрек ауруларының алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Аш қарынға және күні бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады. Соның себебінен бүйректерде болуы мүмкін минералдар сұйылады. Осылайша тастар түзілуінің немесе қабынулар пайда болуының алдын алуға болады. Иммунитет нығаяды. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитет жағдайымен байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсерін тигізеді. Ал достар, бүгінгі сіздерге айтылған пайдалы ақпараттар сіздерге ұнады ма? Және де сіздер күнделікті таңертең аш қарынға жылы су ішесіз бе? Комментарияға жауап қалдыра кетіңіз.